Сәлеметсіздер ме? Мен де өзімнің оқиғаларымды айтып берсем деймін. Осы күйбең өмірден шаршадым. Келін болып түскеніме 1 жыл болады. Көрмегенім жоқ. Бәрін көрдім. Күйеуім 1 айдан соң измена жасады. Содан бері әлі жасап келе жатыр. Қайда барарымды білмеймін. Кеткенде аяғым ауыр. Алдаймын. Неше рет ата-енеме де айтқанмын. Кеше бүгін қатты ауырып жүрмін. Ангина, құлағым, басым, аяқ-қолдарым дірілдеп, сонда да енем күн бермейді. Маған ауыруға болмайды екен. Енеме больницаға емделуге барамын деген болатынмын. Кешкісін кеш қайттым. Содан кейін үйге келгесін енем үйді жина бүгін деді. Мен зорға тұрмын. Аяғым, басым, барлық жерім ауырып. Бөлмеме келіп демалайын десем, енем келіп есікті тарсылдатып күңкілдеп кетеді. Білмеймін, жолдасым жүр әлі, измена жасап. Мен мына жақта қиналып кеттім. Мені қорғап жатырған ешкім жоқ. Тек қана осы үйдің құлы сияқты сезінемін. Әке-шешеме де айтқым келмейді. Себебі 2 қызы да қайтып келіп отыр. Олардың сөз естігенін қаламаймын. Әкем білсе шіркін 1 минутта қалдырмай алып кетер еді. Не істерімді білмеймін. Енелер, неге осындай қылық жасайсыздар? Келін де сіздердің бір балаларыңыз ғой. Немесе оның да ата-анасы мәпелеп өсірді. Осыншалықты қатыгездік көретіндей, сатқындық көретіндей мен не істеп қойдым? Осы өмірімнен шаршап кеттім. Аяғым ауыр болғасын ба, көңілшекті шығармын. Ақыл-кеңестеріңізді айта отырсаңыздар.